Сәлем достар, бүгінгі видеода наурыз көже тағамын дайындайтын боламыз. Наурыз көже дайындау үшін бізге дәнді дақылдар және жылқы етінен 1 килограмм ет қажет болады. Достар, ең әуелі жылқы етін салқын суда жуып дайындап аламыз және қазанымызды отқа қойып, салқын суды құйып, етімізді салып қайнататын боламыз. Достар, мен сүбе қабырғасынан майлы еттерінен де қосып қайнататын боламын. Мінекей 2 сағаттың көлемінде етімізді қайнататын боламыз. Достар, біздің алғашқы сорпамыз қайнап, бетіне көбігі шықты. Ендеше осы көбіктердің барлығын сүзгінің көмегімен тазартып, сүзіп алатын боламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және өздеріңіздің қалай дайындайтын жолдарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Ендеше етімізді 2 сағат қайнатуға жалғастырамыз. Отын орташа отта қоюымыз қажет. Наурыз көжені дайындау үшін 7 түрлі қоспа қосып дайындау қажет. Достар, етіміз пісіп дайын болды. Ендеше етті түгелдей сүзіп алып, суытатын боламыз. Дәнді дақылдардан жүгері 230 грамм, фасоль 200 грамм, бидай 100 грамм, ловия 200 грамм және тары 50 грамм. Дәл осылай барлығын жуып тазартып алып, қазанымызға салқын суды құйып, ақ жүгерімізді қайнатамыз. Қалған фасоль, ловия, бидай барлығын жуып тазартып алып, қайнаған суды үстінен құйып, қақпағын жауып, бұқтырып қоятын боламын. Наурыз көжені дайындау үшін мен 1 күн бұрын дайындауды бастаймын. Сол себептен әзірге барлығын бұқтырып, қақпағын жауып дайындап қоямын. Достар, етті сүзіп алған соң, сорпасында тазартып, сүзіп дайындап аламыз. Дайын сорпаға алдын ала қайнатылған жүгерімізді салып қайнататын боламыз. Мен жүгеріні орташа отта 1 сағаттың көлемінде қайнатып дайындап алдым. Ендеше 1 күн бұрын бұқтырылып дайындалып тұрған бұршақтарымызды салатын боламыз. Және үстіне жүгері, бидай, тары, алдын ала қайнатып дайындап алған, туралған еттерімізді де қосатын боламыз. Барлық дәнді дақылдарды сорпаға салып, әлі де қайнатуды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі қолданған барлық ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Барлық қоспаларды қосып, араластырып, тұзын дұрыстап көріп, кем болса салып, және 1,5-2 сағаттың көлемінде жай отта бұқтырып, жауып қойып қайнататын боламыз. Достар, мінекей, ендеше біздің жүгері, бидай, дәнді дақылдарымыз суды өз бойына тартып қайнайтын болады. Мінекей достар, барлығы жұмсақ болып пісіп дайын болды. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Достар, мінекей, біздің көжеміз дайын. Енді біз айран қосып араластыратын боламыз. Мен әрине бүгінгі көжені 2 бөлікке бөлдім. Себебі наурыз көжені жылыдай тұтыну қажет. Достар, келесі видеода кездескенше сіздермен болған Қарлығаш. Жылдан жылға аман есен көрісе берейік. Наурыз мерекесі құтты болсын.